қазақстандықтардың міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысуы, оларды түрлі әлеуметтік тәуекелдер туындаған жағдайда қосымша төлемдермен қамтамасыз етуді көздейді. Сондықтан қазіргі таңда әлеуметтік кодексте жұмыс берушілердің әрбір қызметкерге өз қаражаты есебінен әлеуметтік төлемдерді аударуы, сондай-ақ жұмыскерлерге әлеуметтік төлемдердің көлемі, сомасы, оның уақытылы төленуі туралы ақпаратты беруі бойынша жауапкершілік көзделген. Сондықтан да әрбір жұмыс істейтін азамат өз болашағына сенімді болу үшін жұмыс берушіден әлеуметтік төлемдердің көлемі, сомасы, уақытылы аударылуы туралы ақпаратты алуға құқығы бар.